Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз 3-ші сыныптың қазақ тілінің 92-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, міндетті түрде біздің арнамызға бірінші подписаться батырмасын басып, одан кейін қоңыраушаны басып, біздің арнамызға жазылып алыңдар, себебі біздің арнамызда қазақ тілінен басқа математика сабақтарын тегін оқып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды жасай аласыңдар. Сондай-ақ балалар, өздерің түсінбеген тақырыптарыңды осы біздің видеоларымыздан қарап түсініп алсаңдар болады. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бірінші бізде 36-шы жаттығу. Ребусты шеш дейді, ол кісі туралы не білетініңді айт дейді. Бірінші бізде балалар 4 берілген, бұл жерде 2 әрпін алып тастаймыз соңғы, сонда т, ө қалады. Лақ сөзінде соңғы ақ сөзін алып әріптерін алып тастаймыз, сонда л қалды, сонда төл болды. Енді үшінші бізде елік бейнеленген. Еліктегі бізде соңғы лік деген әріптерді алып тастаймыз, сонда е қалды, сонда төле болды. Одан кейін 5 сөзіндегі есті алып тастаймыз, сонда б қалды. Ине сөзіндегі н, е әріптерін алып тастақ, и қалды, сонда бізде ребустың шешуі төле би болады екен. Енді осы төле би туралы айтып беріңдер дейді. Төле би Әлібекұлы ұлы жүздің биі, қоғам қайраткері, шешен, ақын және 7 жарғы заңдар жинағын шығаруға үлкен үлесін қосқан адам екен. Ол 1663 жылы қазіргі Жамбыл ауданының Жайсан шатқалында туылған. Бала кезінен өте тапқыр, зерек және ақылды болған. Осы қасиеттерінің арқасында ауылдастарының құрметтеріне және сүйіспеншілігіне ие болды. 15 жасынан бастап сот істеріне қатысып, өзінің әділдігімен және шешендігімен халық арасында танымал бола бастаған екен балалар. Енді балалар 37-ші жаттығу мәтінді оқы дейді. Енді балалар мәтінді оқиға бірінші. Төле би қазақ халқының атақты шешені, қоғам қайраткері, ұлы жүздің төбе биі. Төле би оқыған, сауатты, жастайынан халқының ақындық шешендік өнерінен тәлім алған. Ол 15-20 жасында билікке араласып, әділдігімен, шешендігімен елге танылады. Төле би орта жүздің биі Қазыбек би мен кіші жүздің биі Әйтекемен бірге әз тәукенің басты кеңесшісі болды. Оның атымен байланысты толып жатқан нақыл, мәтел сөздер халық арасына кең тараған дейді. Тойшыбек иен ұлы дейді. Енді балалар, бізде бұл жерде сұрақтар берілген екен, сол сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақтарды оқып алайық, одан кейін жауап береміз. Төле бидің кім екенін айт дейді. Ол билікке неше жасынан бастап араласты? Төле би кімнің кеңесшісі болды? Төле бидің қандай нақыл сөздерін білесің? Төле би хан болды ма? Мәтіннен тірек сөздерді тауып көр дейді. Бірінші балалар, Төле бидің кім екенін айт дейді. Балалар, Төле би қазақ халқының атақты шешені, қоғам қайраткері екен. Екінші сұрақ, ол билікке неше жасынан бастап араласты дейді. Ол 15-20 жасынан бастап билікке араласты екен, балалар. Үшінші сұрақ, Төле би кімнің кеңесшісі болды дейді. Ол балалар Қазыбек би мен Әйтеке би мен әз тәукенің басты кеңесшісі болған екен, балалар. Осылай жауап береміз. Енді келесі сұрақ бізде балалар, Төле бидің қандай нақыл сөздерін білесің дейді. Енді бізде балалар, Төле бидің нақыл сөздері өте көп, соның ішінде мысалы бір-екеуін жазайық. Біріншісі, нәрестенің бесігі, кең дүниенің есігі. Екінші, өзіне келер ұятты, өзі біліп тұр сүйгі. Осындай балалар нақыл сөздер бар екен. Және де балалар, өздерің қосқыларың келсе, қасына тағы да интернеттен іздеп қоссаңдар болады. Енді Төле би хан болды ма дейді. Балалар, жоқ, Төле би хан болмаған, ол ұлы жүздің биі болған екен. Енді балалар, келесі мәтіннен тірек сөздерді тауып көр дейді. Тірек сөздер бұл жерде балалар, Төле би, шешен, қоғам қайраткері, ұлы жүз, 15-20 жас, танылады, орта жүз, Қазыбек би, кіші жүз, Әйтеке би, әз тәуке, бас кеңесші, нақыл және мәтел сөздер деген бізде тірек сөздерді белгілеп алдық. Енді бізде келесі балалар, 38-ші жаттығу, батаны жатқа жаз дейді. Бір үйдің баласы болма, көп үйдің санасы бол. Бір елдің атасы болма, бар елдің данасы бол. Бір тонның жағасы болма, көп қолдың ағасы бол дейді. Төле би жазған екен. Осындай нақыл сөзі, яғни батасы бар екен. Енді балалар, батадағы әр сөйлемнің мағынасын топта талқыла дейді.
Одан кейін балалар қарамен жазылған сөздердің мағынасын сөздік арқылы анықта дейді. Енді балалар осы батаны бірінші жаттап алыңдар, одан кейін дәптерлеріңе сол жаттағандарыңды жазып қоясыңдар. Енді батадағы әр сөйлемнің мағынасын топта талқыла дейді. Енді балалар, бір үйдің баласы болма, көп үйдің санасы бол дейді. Бұл бізде балалар тек қана бір үйдің баласы болмай, барлық елге көмектес, сол елдің санасы бол деген мағынада айтып тұр екен, иә балалар. Ал екінші сөйлем бізде бір елдің атасы болма, бар елдің данасы бол дейді, иә. Яғни балалар, біздің ақсақалды аталарымыз тек қана бір үйдің немесе бір елдің атасы болып қана қоймай, сол елдің дана, ақылды адамы, сол елге ақылыңды беретін адамы бол деген мағынада айтып тұр екен, иә. Ал бір тонның жағасы болма, көп қолдың ағасы бол деген балалар, бұл өзіңнің артыңнан еріп келе жатқан іні қарындастарың бар, сол іні қарындастарыңа үлгі бол деген мағынада айтып тұр екен, иә балалар. Енді келесі бізде балалар, қарамен жазылған сөздердің мағынасын сөздік арқылы анықта дейді. Санасы, данасы, қолдың деген сөздер екен, иә. Бірінші балалар өздерің білетіндей батаны жаттап, одан кейін былай жазып қоясыңдар. Енді бірінші бізде санасы сөзі, иә. Сана сөзі адамның жан дүниесі екен, иә балалар. Ал данасы сөзі білімі мен тәжірибесі көп адам екен, иә. Дана адам деп айтып жатады ғой. Енді келесі бізде қол. Қол дегеніміз бізде балалар көп адам жинау, иә, яғни қол жинау деп жатады, иә, немесе адамның дене мүшесі, иә. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан балалар, сендер өздерің таппаған барлық жаттығулардың жауаптарын тауып, есептерді бірге талдайтын боламыз, және де балалар түсінбеген тақырыптарыңды осы жерден қарап, өздерің сабақтарыңды орындасаңдар болады. Келесі кездескенше балалар, сау саламатта болыңдар. Сендерге сабақта сәттілік тілеймін.